Армысыздар, құрметті көрермендер. Қол жазбалар сөйлейді бағдарлама аясының жүргізушісі мен Әділәлі Жабықбай. Бүгінгі қонақта Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының найып мүфтиі Ершат Оңғарып. Ереке, қош келдіңіз. Рахмет. Ереке, көрме залына қойылған қолжазбалары әсіресе араб тілінде ең таңдаулы деп саналатын қандай сирек қолжазбалардың атын атап көрсетер едіңіз? Мына біздің қолжазбалар және сирек кітаптар орталығында араб тілінде, парсы тілінде, шағатай тілінде кітап қоры өте үлкен екен. Енді еліміздің осы руханиятына үлес қосып жатқан осы еңбектердің ішінде атаулысы мына араб тілінде шариғат заңына арналған, ислам фиқына арналған кітаптар көп екен. Мысалы үшін бір ашық тұрған кітап Фатхул Қадир деген кітап, Әл-Бидая ва Нихая, осы шариғат заңдарына, фиққа арналған кітап екен. Мына бір кітап бұл да жаңа шариғат заңына, фиққа арналған кітаптар екен. Бұндай қолжазбалар өте көп. Елімізде әсіресе еліміз үшін дәстүрлі болып табылатын исламның ханафи мазхабы ұстанамыз ғой, Қазақстан мұсылмандары. Осы ханафи мазхабының кітаптары. Бұл нені білдіреді? Мен өзімше ойлаймын, енді бұл елімізде сонау қазақ жерінде ғасырлар бойы осы исламның ханафи мазхабының терең тамыр жайып қалыптасқанын білдіреді. Және осы ханафи мазхабын ұстану арқылы қазақ халқы осы әлем, мұсылман әлемде, ислам әлемінде өзінің орнын ойып алатын бұл қоғам екенін білдіреді. Өйткені міне осы қолжазбалардан көріп отырмыз. Және парсы тіліндегі көп қолжазбалар бар, бұлардың көбісі осы діни мәтіндегі. Енді осы ұлттық кітапханада еліміздің тарихы, этносы туралы, мәдениеті туралы еңбектер, қолжазбалар көп болса деген ниет, тілегіміз бар. Ершат Оңғарып мырза, көрме залында қандай құнды жәдігерлердің болуын қалар едіңіз? Енді ұлттық орталықта әрине қазақ халқының мәдениетін, оның салт дәстүрін көрсететін еңбектер көп болса деген тілегім бар. Мысалы үшін мына шетелдерде, әсіресе осы Түркияда, Қытайда, Мысыр араб елінде мен өзім оқыған жерде осы халқымыздың кейбір жеке тұлғаларына қатысты еңбектер бар. Әрине олардың түп нұсқасын осы жаққа жеткізу өте қиын шығар. Өйткені олардың да ұлттық жаңағы мұражайларында сақталған, солардың мысалы үшін копиясын алып келуге де болады. Мысалы біреуін айта кетсем болады, Жамал әл-Қарши деген ғалым өткен Алмалы қаласында. Ол сонау орта ғасырда өмір сүрген. Содан ол кісі қазақ жерінде қалалар туралы, қазақ халқының мәдениеті, антропологиясы туралы біраз жазып кеткен. Ас-Сурақ деген кітабында. Осы кітаптар мысалы үшін сол шетелдерде сақталған. Және қазақ араб тіліндегі, араб парсы тіліндегі сөздіктерді аударған, араб тілінен парсы тіліне, шағатай тіліне аударылған еңбектері де бар. Осындай еңбектерді мысалы үшін алып келсе, қазақ халқының мәдениеті туралы, антропологиясы туралы жазылған кітаптар көп болса деген тілегім бар. Дұрыс айтасыз, Ереке, біздің қолжазбалар, сирек кітаптар ұлттық орталығында өзі атынан шығып тұр ғой. Бұл енді Қазақстандағы бірден-бір қазақтың рухани жоғын жоқтайтын банк қой. Біздің қазақ тарихымызға, этнографиямызға қатысты еңбектер молыға берсе деген тілегіңізге көптен көп рахмет. Біздің қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығына айтар қандай тілегіңіз бар? Бұл орталықтың біз ашылғанда өте қатты қуандық. Әрине мына заман бір орында тұрмайды ғой. Және осы жастар қазір мына елбасымыз осы білім саласында үлкен дәрежеге жеткізді, ғылым саласын.
халықаралық деңгейдегі білімнің сатыларын ашып берді. Жастар көзі ашық, заманның талабына сай жабдықталған осы орталық мына өзінің жастарға тарихын танитын, халқының тарихын, осы халықтан шыққан ұлы адамдарды танитын орталыққа айналып отыр. Және осы орталықтың болашағы үлкен, болашаққа деген үлкен үміт сыйлайды. Сондықтан мына жастардың танымын тереңдететін, ғылымға үлкен үлес қосатын қара шаңырақ болсын деп тілеймін. Рахмет. Ершат Оңғаров мырза, алтын уақытыңызды бөліп, біздің бағдарламамызға келелі сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Қайталап өтсек, қолжазбалар сөйлейді бағдарламасының қонағы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының найып мүфтиі Ершат Оңғаров. Ойымызды түйіндей келе, мәдениет ең алдымен жәдігерлік. Оны ұрпақтан ұрпаққа жеткізуші зиялы қауым деп бағдарламамызды аяқтаймыз. Құрметті достар, біздің ұлттық орталығымыздың көрме залына келіңіздер, көріңіздер, бағасын беріңіздер.